Ассаламу алейкум, көліксер қауым. Егерде мынандай Range Rover Jaguar мотор істейтін болсаңдар, мынау VVTi-дің мына муфтасы ғой. Осыған енді май өтетін, мынандай переходной алюминиевый мынандай корпус денесі бар. Соған қатты мән беріңдер. Өйткені мен шашқан кезімде мән бергенім, мына тефлоновый кольцасы дейді ғой. Мүжілген болып шықты. Енді мен үйдегі бар тефлоновый кольцаны тауып салсам, сөйтсем мына бортын жеп тастаған екен, мына бортын. Мына бортын жеп тастапты міне. Содан ол жеп қойған екен міне. Мына енді былай тефлоновый кольца жұмыс істейді ғой майдың күшімен, ары бері жұмыс істеген кезінде жеп қояды екен, кәдімгі алюминий жеп тастаған ғой міне. Лезвие болып қалған ғой міне. Айтпесем мынандай толщинада болған ғой міне, мынандай. Міне. Осыны жеп қойған екен тефлоновый кольца. Бүйтіп ары бері қозғалып. Пластмасс болса да алюминий жейді екен. Майдың ішінде шылғып майланып тұрса да жеп қояды екен. Енді мынаның өзін 80 мың сұрап тұр. Енді 80 мыңға алуға желаниесі жоқ егесінің. Енді сваркілейміз, сваркілетіп. Соны бұр машинамен обрабатывать етіп, өлшеп отырып бірдеңке істейміз енді. Осыған қатты мән беріңдер. Бұл енді Jaguar мотор болғанмен Fordпен совместно ғой. Fordпен совместный. Так. Тефлоновый кольца тауып салсам міне. Осылай тұратын дүние бұл. Фордта да тұр болса, енді Jaguar совместно Fordпен жасалған бір бәле ғой бұл дүние. Баяғыда мен Fordтікі деп отырғаным Mazda 3 объем Fordтың мотор тұрады. Тура осы система ғой міне. Содан білем да бұл фордовский система екен. Бұл енді бұлай инженердің ойлап тапқаны дұрыс емес. Енді олар бірдеңе ойлап таптым деп ақша алып алды ғой. Бірақ енді сенім артатын система емес та, надежный емес бұл айтқанда. Беспонтовый система. Негізінде көбісі бұндай системаны бүйтіп пайдаланбайды. Өйткені мына жерде мынаны тесіктен май тамыр дейік. Май тамырмен мына жаққа өту керек. Мына VVTi істету керек міне. Осы арқылы мына жерде мына электроклапан тұр. VVTi-дің майды ашып жауып отырады. Оборотқа байланысты. Ал енді көбісі қалай жасайды? Көбісі май мына бүгілдің түбінен муфтаға өтіп кетеді. Сол дұрыс болады. Сол надежный болады. Мынау вообще не надежный, сенім артатын система емес. Қазір қолым майланып кетті. Қазір көрсетейін, мына екінші жағын шешіп. Қазір қолым бәрі майланып кетті. Қазір осы қолыммен көрсетіп берейін. Мынау да тура сол болып тұр ғой міне. Бұл да енді мынаның толщинасы дейік. Міне мынаның семіздігі. Мынаның семіздігін қараңдар міне. Мынау тефлон пластмассовый кольца ғой міне. Бүйтіп майдың күшімен ары бері алюминий жеп қойған. Айтпесем майдың ішінде шылқылдап тұрған дүние бұл. Мына жағы лезвие болып қалған, астын қарасындар міне. Бұл да сынайын деп тұр ғой. Бұл да кетейін деп тұр міне. Мына жағын көрсетейін міне. Болмаса тефлон шешейін. Қазір пауза қойын да. Міне шештім. Енді өзімнің тәжірибе бойынша айтып отқаным ғой, бұндай система көп моторлар пайдаланбайды. Бұл енді Ford пен Jaguar'лар пайдаланып жатыр бұндай системаны. Міне қараңдар, мына жері кәдімгідей. Міне мынаның семіздігін қараңдар, мынаның лезвие болып қалған қараңдар міне. Көрініп тұр ма? Дұрыс емес осы система. Осыны 80 мың дейтін осы. Сұрастырсақ. Енді бұға сваркілеп алып кетеді, кішкене. Мына жағаныкі сынып кеткен. Мына жағаныкі мүлде сынып кеткен. Сынып тұру қастаған. Паузаға қояйық. Мына жерден бәрін сындырып тастаған, жеп қойған тефлон. Пластмассовый кольца жеп қойған ғой міне. Лезвие болып тұр. Міне. Осыған қатты
мән беріңдер. Осының кесірінен VVTi істемеуі мүмкін. Ал енді кольцасына келетін болсақ, жаңа кольцада алып салғанбыз. Жаңа кольца алып салғанның өзінде де былқылдап тұрады екен. Плотно тұрмайды бұл, былқылдап тұрады. Жаңа кольца салғанның өзінде де бейт. Негізінде бұл плотно тұрған дұрыс та. Тығыз тұрған дұрыс болады. Алғаш айтқанда тығыз. Жаңа кольца басқа моторға жинағам, сол кезде жаңасын алдыртқам, ол да бейт былық сылып бейт. Мынаның арасы май сигек дейді ғой. Май қашады. Ол мынаның ішіне май жеткізіп отыру керек, мынаны істеткізу керек VVTi муфтаны. Егерде мына жақта май сиіп жатса, мына VVTi-ң істемейді. Бұл енді VVTi-ға келетін болсақ, жаңа дегенде кейбір жерде жаңа дегенде ванус, бір жерде втек, бір жерде мивитек, бір жерде VVTi фаза крутилка дейді ғой. Бұның енді қызметі жаңа дегенде холостой ход дейді ғой. Жай істеп тұрған кезінде бұның қызметі клапанды асықпай ашып отыру керек. Ауаны сорған кезінде холостой ходта клапан асықпай ашылып отыру керек. Енді жаңа дегенде 5-6 мың оборотқа келетін болсақ, жаңа дегенде мынау позднийда тұрса, өзінің жаңа дегенде холостой ход істеп тұрғандай, онда қатты оборот алмайды, екінші өкпесі ашылмайды. Сондықтан мынау май келіп сеткізген кезінде компьютер арқылы мынаны ашады ғой клапанды, майды жібереді. Мысалы май келді, мына жақта май кіру керек. Сол кезде бұның екінші өкпесі ашылады. Клапан ертерек ашылатын болады. Поршын мысалы жоғары келген кезінде мынау істемей тұрған кезінде кешігіп ашылып істейді. Ал енді қатты оборотта ол клапан ертерек ашылады. Ертерек ашылып жабылып отырады. Енді былай айтқанда бензиновый мотор тракторный тяга болу үшін, жаңа дегенде холостой ход дірілдеп істеп тұрмау үшін, жаңа спортивный моторлар дірілдеп істеп тұрады, олардың бәрін жаңа дегенде раннийға жібереді да, кулактарын бәрін, жұдырықтарын бәрін. Ранний клапаны ашылып жабылып отырса, өкпесі ауа жақсы кіріп шығады. Бірақ холостой ходта дірілдеп істей алмайды. Сол үшін мынандай VVTi система болған кезде холостой ходта да жақсы істейді, максимальный оборотта да жақсы істейді да ол. Сондықтан келеді. Енді бұрынғы моторлардың бәрі VVTi система болмады ғой. Олар жаңа толық оборот алмайтын. Трамблерда есімде бар, трамблерда жаңа дегенде грузиктер болатын, жаңа дегенде центрофуга ұқсақтағандай грузиктерді лақтырады, контакт раннийға кетеді. Соқсақты мынауда сондай система ғой. Искраң раннийға кетеді, қатты оборотта, холостой ходта позднийға кетеді, трамблерный система моторда. Мұларда енді компьютер арқылы өзі, жаңа датчик детонации искраны ранний поздний өзі регулировка жасайды. Клапанды ашып жабылатын система енді мынау ғой VVTi система. Втек, ванус система бәрі. Енді мынаны не деуге болады? Мына толық істемейді мынаның кесірінен. Міне. Осыған ашып-шашып жинап жатсаңдар, мынаған мән беріңдер. Мән беріңдер осыған. Бірақ менім үшін жаңа қаншама мотор шашып жинап жүрмін, мынау маған дұрыс емес та жасалған. Инженерлер өтірік қалтырып жасай салған нәрсе. Енді жаңа кезінде істейтін дүние, бірақ уақыт өткеннен кейін бұл уже сенім артатын система емес та. Мына жағы сынып жатыр, борттар ананыкі. Анау борттар сынып жатыр. Жаңа кольца алып кетіп салып пайдасы жоқ та, пайда бермейді та. Пайда бермейді. Не бұл жаңасына кеп салып, не түкте пайдасы жоқ тефлонның.